Сәлем достар. Бүгін бізде алғашқы подкастымыз Рушаңғырық қорының жобасы аясында. Бүгін біз профориентология тақырыбында әңгімелесеміз. Жалпы еліміздегі профориентология кәсіби бағыт-бағдар беру мәселесі өзекті. Сондықтан бүгін арнайы бізге қонақта Қуандық Жасұлан Бостандықұлы. Бүгін кәсіби бағыт-бағдар саласының маманы, тренер, профориентолог дейді. Қазір кезде Дәулеттен қорының басшысы, президенті және Астана IT университетінің оқытушысы. Қош келдің. Қош көрдік. Рахмет шақырғандарыңызға. Бүгін енді осындай ерекше форматта подкастымызды бастаймыз. Мәселе кәсіби бағыт-бағдар беру саласында бұрыннан көтеріліп жатыр. Енді соңғы кездерде сіздер білесіздер, осы әр мектептерде, еліміздегі бүкіл ауылдық елді мекендердегі орта мектептерде арнайы кәсіби бағыт-бағдар беру саласының маманы, арнайы профориентологты тағайындап жатыр. Бұл салада көптеген қазіргі міндеттер қойылып жатыр. Өте жаңа сала болғандықтан, сондықтан осы тақырыпта біз талқылаймыз. Басты бірінші сұрақ, жалпы мен сізбен енді осыған дейін әңгімелескен тақырыбымызда осы еліміздегі жалпы кәсіби бағыт-бағдар беру саласы қалай дамып жатыр, бүгінгі күні қазіргі кездегі жағдайы қалай, сіз өзіңіз қалай сипаттайсыз, жалпы өзіңіз осы салаға қалай алғашқы рет келдіңіз және осы сала туралы бастасаңыз. Жақсы, рахмет көп бүгін эфирге шақырғандарыңызға. Енді профориентация саласы шынымен де бүгінгі таңда өзекті. Білесіз, өзіңіз кезінде мынау статистикалық деректер де бар ғой, бізде Қазақстандағы әрбір 4-ші адам немесе 60% түлектер өз мамандығы бойынша жұмыс істемейді дейтін статистика келтіреді бүгінгі таңда. Әрине ол нәрсе бар, оны жанымыздағы өзіміздің туыстарымыздан да, жақындарымыздан да қарап отырамыз. Алған диплом басқа, бірақ істеп жатқан жұмыс басқа деген сияқты. Енді бүгінгі таңда мемлекет тарапынан жаңағыдай профориентологтарға арнайы штаттар бөлінді мектептерде. Бұл дегеніміз енді алдағы уақытта бұйырса оқушыларға барынша дұрыс бағыт-бағдар беруге мүмкіндік береді. Себебі біздің кезімізде мысалы ондай профориентолог мамандар болмады. Біз бітірген кезде қандай мамандыққа барамыз, қабілетім қайда жетеді деген сұрақтардың астында өзіміз қалып жаттық мысалы. Бірақ енді мен профориентацияға келудегі негізгі мақсат мәселе де осы. Кезінде өзіме ешкім бағыт-бағдар беретін, ақылын айтатын бұндай арнайы мамандар болмағаннан кейін мен жасаған қателікті бүгінгі таңдағы жас ұрпақ жасамаса деген ниет болды. Жаңағыдай өзім білгенмен бөліссем деген сияқты. Енді мен барлық жерде айтамын өзім. Негізгі мен мамандық таңдаған кезде енді үйдегілердің ықпалы бар. Мен әкім болғым келді. Балам, білесіз ғой, бізде енді ол менталитет бар, біздің бала бастық болады деген немен өсеміз, сондай. Сол кезде басшы болсын деді. Мен мемлекет қызметке барам, мен әкім болам деген не болды, ой болды. Содан не керек? Ол мақсатты мен 5-ші сыныпта қойдым өзіме. 5-ші сыныпта қойдым. Содан бастап сол мамандыққа, яғни әкім болу үшін мемлекет және жергілікті басқару мамандығына түсу керек екен деген нәрсені ойыма салдым. Одан кейін осындай мықты университет оқу керек, ол мамандық оқу үшін алтын белгі болу керек, жоғары балл жинау керек деген сияқты. Сол мақсат жолында мен былай айтқанда қазіргі жол картасын қойдым. Яғни 5-ші сыныптан бастап мықты білім беретін, мысалы жаңағы қазіргі білім инновация лицейі ғой, ол кезде қазақ тілі лицейі, соған түсуім керек деген мақсат болды. 5-ші сыныпта барып тапсырамын дедім. Жоқ, сен әлі ерте 6-шы сынып бітіріп барып келесің деді. Жақсы деп 6-шы сынып бітіріп барып түстім. Түскеннен кейін жаңағы тапсырдым, түстім. 7-ші сыныпта сол жерде оқыдым. Яғни түскеннен кейін мен географиядан жоғары балл жинауым керек деген мақсатта географиядан олимпиадчик болдым. Яғни 7-ші сыныптан соң 11-ші сыныпқа дейін. Одан кейін барлық сабағын 5-ке оқыдым. Себебі алтын белгі иегерлері ғана бұл мамандыққа түседі. Енді ең жаңағы басқарудағы. Бізде ол кездегі ең танымал мамандықтар заңгерлер мен экономисттер еді. Дәл сол экономика факультетінің ішіне кіреді менің мамандығымда. Содан яғни сол мамандыққа түсуім керек деген ниет болды. Барлық сабағымды 5-ке оқыдым. Одан қала бер географиядан олимпиадчик болдым деген сияқты. Сөйтіп соңында ұбт-дан 125-тен 116 балл жинадым. Ол кезде де бір форс-мажорлық ситуация болды. Мен әрқашанда оны жазып отырамын. Бірінші келген кезде, жаңағы нәтижелер келген кезде маған 96 балл деп келді. Мен 96 балл ешқайда түсе алмайтын едім. Сол кезде маған бір өмірімнің соңы сияқты көрінді.
жаңағыдай мәссаған енді не істеймін, қайда барам деген сияқты. Бірақ біраз уақыттан кейін белгілі бір жаңағы варианттағы ұбт нәтижелері дұрыс тексерілмеген деген ақпарат келіп, қайттан тексеруге барып, түнгі сағат 10:30-да ма ақпарат келіп 116 балл жинадым. Жаңа тексергеннен кейін сөйтіп барып өзім қалаған жаңағы Әл-Фараби Қазақ ұлттық университетіне түстім. Бірінші жаңа 4 таңдау жасаймыз ғой, 4 таңдаудың бірінші мемлекет және жерді басқаруды жаздым дағыны. Дәл сол өзім қалаған университетке, өзім қалаған оқу орнына грантқа түстім. Яғни түскеннен кейін барып мен түсіндім, жалпы сұрастырасыз, білесіз, қарайсыз, басқа да мамандықтарды көресіз, басқа мамандық көрген кезде мен неге ол мамандықтар туралы естімегенмін деген сияқты сұрақтар туындады. Себебі сол уақыттары бүгінгі таңда да актуальда отқан мамандықтар сол кезде шығып жатқан еді негізі. Сосын бірінші курс бітіргеннен кейін барып жаңағы зерттедік, енді мамандығым сол болғаннан кейін сұрастырдық. Жалпы мемлекет қызметке бұл мамандықты оқымай-ақ баруға болады екен. Яғни әкім болу үшін, мемлекет қызметке бару үшін сен міндетті экономикалық білімнің қажет емес екендігі. Мысалы, дәрігер болсын, мұғалім болсын, кез келген маман, ол жерге бара алатынын түсіндім. Енді оны айтпады деген сияқты маған. Мен сол кезде бастап жаңағыдай біраз нәрсе білмегенді түсіндім, бірақ енді шүкір ол мамандықты бітіріп шықтым. Одан кейін магистратура оқыдым сол жерде, бірақ ол кезде іскерлік MBA оқыдым. Одан кейін барып қазір докторантурасын тәмамдадым. Енді әлі қорғау үстіндемін, PhD кандидат әзірге. Енді содан басталып шығады. Енді мен тақырып таңдаған кезде адами капитал сапасын мемлекеттік реттеу деген тақырып таңдадым. Яғни бүгінгі таңдағы ертең Қазақстанда барлық бүкіл әлемде пайдалы қазба байлықтар жойылған кезде бүкіл ел адами капитал сапасын дамытуға инвестиция салып жатыр. Бүгінгі таңда да оның өзектілігі көрініп жатыр. Яғни қашан елде мықты адами капитал сапасы қалыптасады, сол кезде ел дамыған елдер қатарына кіреді. Яғни бізде өсіп жатқан жас таланттарды қолдау, барынша мүмкіндік беру деген сияқты. Енді айналып келген кезде мықты адами капитал сапасын қалыптастыру үшін бізде мықты маман болу керек. Ал мықты маман болу үшін ол өз мамандығын сүйетін адам болу керек. Ал өз мамандығын сүйетін, жақсы көретін адам түсу үшін ол ерте бастан өз мамандығын анықтай алу керек деген нәрсе. Яғни бұл нәрсеге мен ғылыми тұрғыдан да келдім, былай айтқан кезде, одан ғана өзімнің өмірлік тәжірибем. Енді мен университетке түскеннен кейін де мысалы жаңағы активистік өмірге араластық, студенттер альянс дейтін ұйымдарда болды мысалы. Яғни студенттік өмірді, студенттердің көрген барлық дүниесін көргеннен кейін неге осы нәрсені оқушылармен бөліспеске деген ой болды. Содан бастап осы салаға бет бұрып, қазір осы сала бойынша оқушылармен консультация беріп, оқушыларға бағыт бағдар беріп жүрген жағдайым бар. Жақсы. Яғни сіз осы бағытта, осы сіздің жаңа бэкграундыңыз нәтижесінде сіз осы бүгінгі кезде кәсіби бағдарға келіп жатсыз. Енді бізде жалпы статистика өзіңіз айттыңыз ғой, статистика бойынша енді Қазақстан 99% орта біліммен қамтылған адамдар. Бірақ 90 жылдардан бердің, мысалы 30 жылдық соңғы 10 жылдықтарда жоғары мамандық алып жатқан жастар саны көбейіп жатыр. Бірақ та оның үстінде жаңа айтқандай көбі мамандық бойынша жұмыс жасамайды. Бірақ мынандай кейде сұрақ қоямын. Мен де жастармен сөйлескен кезде олардан сұраймын ғой, жалпы осы мамандыққа қалай таңдадыңыз, кім әсер етті, кім түрткі болды деген. Көбі біріншіден жаңа ата-ананың қалауы дейді. Өйткені үйдегі бала кезден көрінетін жаңа отбасы, жаңа ата-анасы, олардың істеген кәсібі балаға да әсер етіп, бала кезінен бастап сол профориентациялық бағыт сол кезден бастап қалыптасады. Екінші жиі келетін енді түсінікті, бұл білім беру жүйесіндегі мемлекеттік грант иегері атану үшін. Ол да белгілі бір қоғамдағы әлеуметтік мәртебеге ие болу. Өйткені мемлекеттік грант алу, білім гранты қазір кезде енді біз кезімізде де, одан бұрын кезде де ол үлкен бір мәртебе. Әсіресе мынау елді мекендерде, ауылдық жерлерде үлкен абырой береді, жалпы атақ, жалпы мәртебе береді. Сол сияқты жастар оны да жиі есепке алады. Және енді бірен-саран енді жастар сіз сияқты ерте жастан бастап өзі таңдаған мамандыққа барып соған дайындалады кіші жастан. Менде бір мысалым бар.
туысқандарымыз бір қызы 5 жастан бастап жаңағы спорттық анау гимнастика, қайта оның ата-анасы ешкім спортпен айналыспаған, бірақ оны теледидардан бір жерден көріп, соған барам деп соған берді. Қазіргі кезде осы салада жақсы нәтиже көрсетіп жатыр, алла жазса енді болашақта бұл Рио олимпиадасына барып қала ма деп үміттеніп жатыр. Сол сияқты осындай кейстер, осындай нәтижелер, осыған бұл әрине барлығы бірдей болмайды, бес саусақ бірдей емес, балалар әртүрлі, жастар әртүрлі. Сол сияқты жаңағы сұраққа келген кезде жалпы бүгінгі кездегі жастардың ойы, жастардың сіздің көзқарасыңыз бойынша жастардың бағыты қандай? Жалпы мамандық таңдауда мынау қалай айтады, мысалы сіз қалаған мамандыққа түсу керек пе, әлде мысалы президент болу немесе директор болу, басшы болу, ол мамандыққа байланысты ма, байланысты емес пе? Өйткені менде кейде ойлаймыз, көбінесе бізге білім, жоғары білім, диплом, мысалы, кәсіби білім, бұл көбінесе сол мамандыққа ие болу үшін, қол жету үшін соған көмектесу керек. Қай салада болсын, ол қатты былай әсер етпейді. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Жалпы жастардың қазіргі жағдайы қалай? Жақсы, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді мамандық таңдауға түрлі факторлар әсер етеді. Ол бірінші ата-ананың ықпалы, одан кейін мектептің ықпалы, кейде ұстаздарынан ақыл сұрап, немесе достарымен бірге кейде кеңесіп, осындай жерге оқуға түсеміз, осындай мамандыққа барамыз деген сияқты жаңағы таңдаулар болып жатады. Бірақ енді қандай мамандыққа барады? Көп жағдайда жаңа айтып отырсыз ғой, мысалы, мен оқушыларға әрқашан айтамын, мамандық пен лауазымды шатастырмаңыздар деп. Мысалы, лауазым дегеніміз ол белгілі бір жаңағы басшылық қызмет, не қызмет та, бірақ сіз оның алған білімін, басқа нәрсені зерттеп қарасаңыз, ол бәлкім басқа мамандық бітірген болуы мүмкін. Яғни лауазым мен мамандық екі бөлек нәрсе. Сосын бізде жастарға мына мамандыққа жаңа айлығы көп, осыған барам деп айтады, мысалы. Мына нәрсені айтамын мен жастарға, айлық мамандыққа төленбейді, айлық маманға төленеді. Яғни екі бірдей, мысалы айтайын, дәрігер университет бітірді, екеуі барады, бір жерге жұмысқа кіреді, бірақ екеуінің айлығы екі түрлі болуы мүмкін. Себебі ол мықты маман болуына байланысты, оның оқыған біліміне, оның қабілетіне де байланысты, мысалы. Себебі диплом барлығында бар болуы мүмкін, бірақ қабілет көп адамда бола бермейді. Сондықтан да мен кейде айтамын жастарға, көбінесе барлық өз қабілеттеріңізді аша біліңіздер, дамытыңыздар деп айтқым келеді, мысалы. Енді қазіргі жастар шынымен де бұрындары біз енді не дейміз, жаңа үлкен поколениелер кезінде бірдеңе жасау керек болса, аға буын ұрпақ бірдеңе жасау керек болса, сұрақсыз жасай береді, мысалы. Біз біздің кезімізде мысалы жасау керек болса, кім үшін жасаймыз деген сұрақ болатын да, мысалы. Ал қазіргі ұрпақ не үшін жасау керек деген өздеріне сұрақ қояды. Яғни әр нәрсені оқымас бұрын, әр нәрсені бастамас бұрын, ол не үшін керек деген өзіне сұрақ қояды. Яғни маған керек па деген сияқты. Байқасаңыз, қазіргі жастар бір жан-жақтылықтан гөрі бір бағытта ғана дамығанды дұрыс көреді, мысалы. Сондықтан да кейде жаңағыдай көп ата-аналар шығып жатады, мысалы, мен балам мынандай, балам бұл бағытта қызықпайды деген сияқты. Мен айтам, біздің бүгінгі таңдағы жастар өте ақылды, өздеріне не керегін біледі деп айтамын. Себебі басқа нәрсемен бас қатырмай, тек қана өзіне қажетті дүниелермен ғана жаңағыдай жұмыс жасайды. Енді одан кейін жаңағыдай енді мамандыққа байланысты ғой, енді кейде бізге келіп жатады, көбінесе мамандық таңдап беріңіздер деген сияқты. Мен айтам, біз мамандықты сізге толыққанды 100% таңдап бермейміз. Себебі біз тек қана бағыт бағдар береміз. Бізде көбінесе мынандай нәрсе бар, жауапкершілік деген дүние бар, мысалы. Бізде ата-ана болсын, оқушы болсын, кейде жауапкершілік алудан қорқады, мысалы. Оқиды, егер де оқу ұнамай қалса, жаңағыдай осы кісіні таңдап берген еді, менің қалауым емес, осы кісі айтқан деген сияқты дүниені біреуге итере салуға дайын тұрамыз, мысалы, көп жағдайда. Сондықтан да біз оқушылармен консультация береміз, бағыт бағдар береміз, бірақ әрмен қалай, яғни қабілеттерін ашып береміз, таланттарын ашып береміз. Яғни сіз осындай бағаруға мүмкіндіктеріңіз бар, әрмен қарай өзіңіз көріңіз деген сияқты айтамыз. Мысалы, жаңағы Түркия Республикасында, мысалы, балдарды мамандық таңдауға тәрбиелеу үшін 5-ші сыныптан кейін, яғни мықты дейтін, мысалы, 100 мамандық туралы кітап оқытқызады екен. Яғни
әр маман мысалы дәрігер тура дәрігерлерге арналған кітап мысалы қазаққа әскери өнерге барғысы келген болса мысалы Бауыржан Момышұлының кітабын оқысын деген сияқты. Яғни бала өзі оқып оның ішіне кіріп түсініп қарайтын болса оның өзінің жаңа ойлау аналитика қабілеті дамиды, яғни өз мамандығын сол кітап арқылы анықтауға мүмкіндік береді деген сияқты. Енді біз ұбт әсері деп отырсыз ғой. Енді бізде мынандай нәрсе, ұбт-ның әрине грантқа түсу ол біздің менталитетімізде бар, ол түссе үлкен той, түспей қалса кәдімгідей ойбай түспей қалыпты дейді. Мен әрқашан айтамын, сен грантқа түспей қалсаң елдер айтар, ары кетсе бір апта екі апта айтады болды, мынау грантқа түспей қалыпты деп. Одан кейін сен не істеп жүргеніңде ешкімнің жұмысы болмайды былай айтқан кезде. Кейде айтамын, университетке түскен кезде де сен платный оқисың ба, грантта оқисың ба деп ешкім сұрамайды мысалы. Қалай немен түстің деген сияқты сұрақ та болмайды. Тек қана оқып жатсың ба, оқып жатсың болды. Яғни сен платный оқисың ба, ақылы оқисың ба, грантта оқисың ба, басқа грантпен оқисың ба, ол ешкімге қызық емес мысалы. Сондықтан да жай ғана бір елдің сөзіне бола, ойбай ел былай дейді екен деп өзің кейде мамандығынан бас тартып тек грант үшін де барып жатады. Енді грантқа жазуда енді бұл жерде мынандай нәрсе ғой. Неғұрлым бала ерте жастан бастап қай мамандыққа баратынын зерттейтін болса, мысалы 5-ші сынып, 6-шы сыныптан бастап, ең болмағанда 9-шы сыныпта бала өз мамандығына қай мамандыққа баратынын білетін болса, ол соған сәйкес әрекет жасайды. Яғни алдында оның 3 жыл бар, 2 жыл бар да, мысалы 2 жылдың ішінде ұбт-ға дайындалып, яғни мына менің түсетін мамандығым осынша балл керек екен, соған дайындалу керек екен деген сияқты дүниелер болса, бұл грант мәселесі қарастырылмайтын еді. Себебі бізде қалай 11 сыныпқа түседі, ауысады тағыны, қай мамандыққа барам деген сияқты сұрақ туындайды тағыны, табан астынан мысалы бір жаңағы таңдау пәнін таңдайды тағын, соны тапсыра салады болды. Соны тапсырып болғаннан кейін баланың жалпы өзінің мақсаты, арманы болмағаннан кейін ол қалаған мамандыққа түсуге дайын тұрады мысалы. Кейде балдарға барамыз, айтамыз, сенің қабілетің осыған келіп тұр мысалы. Не дейміз мысалы, мұғалімдікке келіп тұр, немесе дәрігер болуға келіп тұр дейсіз бе мысалы, онда мен мұғалім боламын дейді. Жоқ, сен басқа да мамандықтар бар ғой, қарашы, дәрігер болуға мүмкіндік бар, немесе инженер болуға мүмкіндік барсам, онда дәрігер боламын дейді. Яғни таңдау бергенмен де балдар өздеріне не керек екенін көп жағдайда түсінбей жатады. Яғни ақпараттың болмауы. Ақпараттың болмауы, бала былай айтқанда өзін өзі танып, былай айтқанда қызығушылық неде екенін көп жағдайда ажырата алмай жатады мысалы. Оған енді кейде отбасыдағы тәрбие мысалы барлық әсер етеді кейде. Себебі ата-аналар бізде қазір балдармен көп сөйлесе бермейді мысалы. Болашақ қандай болады, өмірлік мақсатың не боламын. Кейде мен сұрақ қоямын оқушыларға, 5 жылдан кейін өзіңді қайдан көресің? Немесе 10 жылдан кейін қайдан көресің? Білмеймін дейді мысалы. Яғни бізде кей жағдайда анау не бар ғой, кітаптарда жазылады, мысалы қуыс кеуделік деген дүние бар мысалы. Адамның арманы, мақсаты, бір миссиясы болмаса, адам не үшін өмір сүріп жүргеніне бір өзіне күмән туады мысалы. Былай айтқанда өмірдің мәні неде деген сұрақ туындауы мүмкін мысалы. Мен не үшін жүрмін, өскенде кім боламын деген сияқты бір сұрақтар мазаламайтын болса адамды, енді ол дұрыс мамандық та таңдай алмайды былай айтқан кезде. Сондықтан да бұл жерде енді дұрыс мамандық таңдау ол тек қана бір ұбт-ға келіп тіреп тұрған жоқ. Яғни ерте бастан бастап мақсат қойып соған әрекет жасайтын болса, ол бала қалаған мамандығына түсе алады. Бұландай нәрсе, әрбір бала талантты. Біз оны не қыламаймыз. Әрбір бала бір-біріне ұқсамайтын сияқты, бәр адамның өзінің жеке таланты бар. Ешкімді айырбастай алмайтын. Бірақ соны түсіну керек та мысалы. Біз кейде жалпы біздің неде психологияда, жалпы біздің тәрбиеде мысалы біз барлық жағынан бала мықты болып шығу керек деген дүниені ұстанамыз мысалы. Математикасы нашар ма? Математиканы қосымшаға береміз мысалы. Орыс тілін орыс тілге қосымшаға береміз. Физика нашар, физика. Яғни біз барынша баланы жан-жақ дамытуға тырысамыз дағы, баланы былай айтқанда кейде шаршатып алып жатамыз мысалы. Ал басқа дамыған елдер болсын мысалы, Жапония, Финляндияда баланың талантына байланысты көп не қылады, акцент қояды мысалы. Яғни математикадан жақсы ма? Яғни ол математикасын әрмен қарай дамытуға деген сияқты. Біз кейде сондай, яғни сосын баланы жан-жақты болу керек те, бізде бүкіл үйірмелерге жазады, аняқа апарады, мыняқа апарады деген сияқты. Әйтеуір бәр нәрсені көрсете бергеннен кейін балада мысалы кейде шатасады деген сияқты ғой. Сондықтан да ерте бастан бастап дұрыс мамандыққа әрекет жасайтын болса, өзі қалаған, өзі арманаған мамандыққа түсуге мүмкіндік бар әр баланың. Яғни бір фокус, фокус, яғни бір бағытқа, жаңа сіз өзіңіз жақсы бір ой айттыңыз, кез келген тіпті бала емес, кез келген үлкен адамда, ересек адамдар да
алғашқы мысалы алдағы 5-10 жылда қалай болатыны әлі жоспарламайды және білмейді, иә, және армандамайды ма, мақсаттар бар жалпы, бірақ белгілі бір оның стратегиясы немесе оған жету жолдары сияқты тек қана балаларда, жастарда ғана емес, сондай көптеген ересек адамдарда осындай мәселе де бар. Сондықтан осы бағытта да көптеген кітаптарды қарасақ, мысалы, иә, қалай жетуге болады. Егер сіз өзіңізді, мысалы, алдағы 5-10 жылда қайда боламыз, қандай мақсатқа жетеміз білмесеңіз, яғни сіз осы өмір ағынымен жүре бересіз және психологиялық тілмен айтқанда белгілі бір орта жастағы кризиске, дағдарысқа алып келуі мүмкін, иә, дағдарыс, стресстік жағдайға. Сосын мысалы кейбір адамдар бізде орта жасқа келіп, мен неге жеттім, қандай жетістіктерім бар, осы күнге дейін не атқардым деген сияқты өзіне сұрақ қойған кезде осындай мәселе туындайды. Осында туындамау үшін әрине бізде жаңа ерте жастан бастайды деп айтамыз. Енді білім беру жүйесіне оралсақ, иә, жалпы орта білім беру жүйесінде жаңа сөздің басында айтып өткендей, енді мектептерде жаппай, тіпті балабақшалардың өзінде де меніңше осындай кәсіби бағдар беру саласына жүйелік жұмыс басталып жатыр. Осыған қатысты өзіңіз қалай сипаттайсыз? Мысалы, бүгінгі кездегі мектептерде, балабақшаларда профориентациялық жұмыс қалай жүріп жатыр және қандай алдағы кезде мысалы ұсыныстар, ойлар немесе идеялар болса, немесе шетелдік тәжірибедегі үздік тәжірибелер, жаңа Финляндия білеміз, жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр, Жапония, батыс елдері, Американың өзінде, жаңа мысалы ақш-та біз білеміз, иә, бала кезден орта мектепке дейін, иә, бала өзін қалыптасады, жалпы білім беру, бірақ кейін уже 8-9 сыныптарда кәсіби бір мамандық дайындауға бағыт high school дейді, иә, үлкен мектептерге жібереді. Бізде енді білім беру жүйесін жиі сынап жатады. Енді бұл бүгінгі жағдай, енді бұл кеңес заманынан қалып қойған жүйесі ғой. Соны енді бір шама өзгеріп жатса да, бірақ та әлі де бізде орта білім беру жүйесінде 11 сыныпқа дейін бүкіл пәндер оқытылады. Сосын бізде оқушы, мұғалімдер тарапынан да мысалы балаларды жікке бөлу, иә, мысалы қабілеті бар, қабілеті жоқ, жаман оқиды, нашар оқиды деп бөлеміз ғой, шын айтқанда, иә. Соны сияқты бұл да бір балаға бір әсер етеді ғой. Болашақ мен егер ештеңе қабілетім болмаса, мен ештеңе жете алмаймын деген сияқты. Сол сияқты белгілі бір ынталандырушы бағыттар осы бағытта қазіргі тіпті біз тек қана қалалық мектептер ғана емес, сондай-ақ ауылдық мектептердегі де осындай белгілі бір өзіңіз сипаттама берсеңіз өзіңіз. Жаңа сіз не бойынша айтып кете салайыншы, жаңа айттыңыз ғой, мынау орта жасқа келген кезде көбі деградация ұшырап жатады деген сияқты. Мысалы, ол бар нәрсе. Енді жаңағы Сенат жанында талдау мектебінде бір зерттеу жүргізді, именно суицидке байланысты. Сол кезде бізден жасөспірімдер арасында суицид көп дейміз ғой. Бірақ сол зерттеу көрсетті, негізінен орта жастағылар арасында суицид деңгейі өте жоғары екен. Жалпы салыстырмалы түрде. Яғни ол дегеніміз жаңағы сол 40-50 жасқа келген кезде кейде не істедім, не қойдым деген сұрақ туындап, мысалы кейде бір деградация ұшырап жатады негізі. Енді мен жаңағы оқушылармен кездескен кезде айтам, бұл бір мамандық игеріп, сендер осымен тоқтап қаламын деп ойламаңыздар. Яғни бұл өмір бақи үздіксіз оқудан тұрады. Қазір lifelong learning дейміз ғой, мысалы. Кезінде біздің жаңағы аға буын өкілдеріміз, яғни мынау жұмыс жасап, мысалы 20 жастан жұмыс жасап, 63-ке дейін жұмыс жасап, 63-тен кейін пенсияға шығып, ары қарай пенсияға кететін болса, бүгінгі таңдағы нәрсе, біз қазір мынау 17-18 жастан бастап жұмыс бастайды, мысалы, 40 жасқа келіп басқа мамандыққа ауысу мүмкін, немесе басқа білім игеру мүмкін деген сияқты. Яғни біздің қазіргі таңдағы тенденция, сіз барынша неғұрлым көп мамандық игеріп, армен қарай жұмыс жасау, мысалы. Мамандық ауысу ешқашан кеш емес, мысалы. 40 жастан да жаңа мамандық игеріп, қазір көп шығып жатыр, мысалы, интернеттерде, университеттерде келіп жатқан үлкен қарт кісілердің диплом алып жатуы, мысалы, деген сияқты, соның барлығы үлгі. Яғни өмір онымен тоқтап қалмайды, яғни қайттан мамандық алыпты, жаңа өмірді жаңадан бастауға мүмкіндік болады деген сияқты. Енді жаңағы білім беру жүйесінде енді
бүгінгі таңда жаңа айтқандай мемлекет тарапынан бұған басым көңіл бөлініп жатыр, профориентологтар бөлінді штаттық негізде, бірақ бізде қазір нақты профориентологтар дайындайтын бізде жоғары оқу орындары жоқ мысалы. Яғни мінекей кәсіби бағдар беруші деп қолына диплом берген жоқ, бізде қарапайым мектептегі мұғалімдерді, яғни сол мұғалім методистерді барынша осы штатқа қойып жатыр. Енді бұның өзі толыққанды енген жоқ. Мысалы кейде мен көп мектептерге барам, аралаймын, оқушыларға айтамын, осындай мектепте негізі сондай маман бар сендерде. Сол маманмен сөйлесіңдер, сол маман сендермен жұмыс жасау керек деген сияқты. Біз оқушылармен жұмыс жасаймыз, біздің ары кетсе мысалы бір 3 рет па кездесерміз оқушымен да, мысалы айтқан кезде. Менің ойымша былай, сіз жаңа айтыңыз, балабақшадан басталып жатыр. Балабақшадан басталған кезде баланың сондай бір өзінің не дейміз, қазір семейный карта дейміз, мысалы отбасы картасы деген сияқты бізде үкіметте дәріс оқысақ, әр баланың картасы болу керек деп ойлаймын. Яғни мамандыққа байланысты, қабілеттеріне байланысты. Ол мысалы балабақша кезінде қандай қабілеттерге болды, неге қызықты мысалы, сондай дүние жүретін болса, одан кейін орта сыныпта, одан кейін жоғары сыныпта дегенде. Себебі біз баланы былай ғой, 1 рет көргеннен 3 рет көргеннен мысалы баланың толық қабілетін аша алмауымыз мүмкін мысалы. Яғни ол деген жүйелі жұмысты қажет етеді мысалы. Яғни мектептегі профориентолог мамандар мысалы 5 сыныптан бастап баланы қарап 11 сыныпқа дейін жаңағыдай бағыт бағдар беріп, әр несіне қарап жаңағыдай базаға енгізіп, мысалы баланың қабілеті мынандай мінезі бар, осындай психотипке жатады дейтін сияқты бір толыққанды карта дайындайтын болса, ол баланы тану, әрмен қарай мамандық бағыттау жеңілірек болар еді мысалы. Енді бала туылғаннан бастап негізі жаңа профориентацияның өзінің әрбір кезеңдері бар мысалы. Ол көрші мемлекеттерде жақсы қолға қойылған. Яғни садик жаңағы балабақша кезінде қандай дүниелер жасау керек, одан кейін орта сыныпта, одан жоғары сыныпқа барған кезде. Бірақ енді қазір бізде де кішкене жалпы білім беретін пәндерді оқытып қана қоймай, бізде қазір 9 сыныптан кейін бағыттап жатыр. Кейде мысалы физика, математика бағытына кететіндер, мысалы биология, химия бағыты, жаңа гуманитарлық бағыттар деген сияқты мектептердің сондай сыныптарды бөлуде бар қазіргі таңда, яғни баланың қабілетіне байланысты. Бұл да бір осы жүйелі жұмысқа келіп жатқан бір нәтижелер былай айтқан кезде. Бірақ бізде қазір енді мемлекеттік деңгейде нақты жаңағыдай осы алдында министр Саясат Нұрбек айтып кетті, профнавигатор дейтін жоба жүзеге асып жатыр деді. Ол балдардың толыққанды қабілеттерін анықтауға, яғни кез келген мысалы баланың барлық ақпарат сол жерде тұрады. Мысалы қандай жаңа айтқандай жеке картасы, қандай қабілетке, қандай бағыттарда жұмыс істейді деген сияқты. Яғни профориентолог ашып, сол арқылы балаға анализ жасап, оған әрмен қарай бағыт бағдар беруге мүмкіндік алады. Бірақ бізде қазір профориентологтар бар, бірақ кейде профориентологтар инструмент жетіспей жатады. Яғни баланы қандай мысалы методикамен ашып, қандай методикамен зерттеген дұрыс деген сияқты. Яғни бізде қазір таңда бір нақты бір тізілім жасау керек, яғни осыны тесттер тапсыру керек, дәл осыны не деген сияқты бір жүйелік бұл жерде керек сияқты. Сол кезде профориентологтардың барлығы бір жүйеде бір бағытта жұмыс істейтін сияқты мысалы. Қазірдің өзінде профориентологтар әркім әртүрлі тестті қарайды мысалы, әртүрлі анализ жасайды, біреуінің өзінің методикасы бар, біреу мысалы шетелден әкелген методиканы қолданады деген сияқты, біреулер ойын түрінде өткізеді. Иә, ол жерде әркім өзінің мүмкіндігіне байланысты. Біреу коуч форматында мысалы сұрақ-жауап форматын ойнатады, біреу арнайы тесттер тапсыртқызады мысалы психотипті анықтауға деген сияқты. Солай ғана әркім жаңағы барынша білгенмен бөлісіп қазір жұмыс істеп жүр мысалы. Сосын бізде көбінесе профориентация бағыты қазір тек қана мынау ұбт-мен ғана шектеліп қалады. Яғни профориентолог деген кім? Осы жаңағы ұбт-ға грантқа түсіріп беруші маман ғана мысалы кейде. Яғни бізде мына 11 бітіргеннен кейін енді ол бағытта да мен жаңағыдай кеңес беремін, консультация береміз, яғни грантқа түсудің жолдары. Кейде грантқа жоғары балл алып та грантқа түсе алмай қалатын оқушылар бар мысалы. Немесе төмен балл алып грантқа түсіп кеткен оқушылар бар. Оның өзінде де яғни бір методикасы бар, мысалы қарау керек, аналитика жасау керек, мысалы гранттың түрлерін білу керек деген сияқты. Яғни сол тараптан біз көп жағдайда профориентологтар солмен ғана шектеліп қалып жатыр бүгінгі таңда. Бірақ әрине бізде андай ғой, ол профориентологтардың да қателігі емес, себебі ата-ана бала ерте бастан бастап қозғалмаса, қимылдамаса, әрине 11 сыныпта келгеннен кейін профориентолог міндеті оны барынша енді оны өзін-өзі тану емес, жаңа айтқандай грантқа түсіріп беру деген сияқты. Сондықтан профориентолог сол бағытта жұмыс істеп, 4 таңдауын жасап, грантқа түсіріп беруге барынша күш-жігерін салады деген сияқты мысалы. Менің ойымша енді тек қана профориентологтар емес, менің ойымша мектептегі жұмыс істейтін барлық мұғалімдер профориентологиялық саласының жалпы
әдістерін білу керек сияқты. Себебі физика пәнінен беретін мұғалім болсын, математика, қазақ тілі пәнінен беретін, олар мысалы баланың қабілетін анықтап жатса, ол баланы енді бұрынғы кезде де біз мектепте оқыған кезде де солай болатын көбінесе жаңағы математика, мен мысалы математика жақсы көремін да, математика мұғалімімен маған қызықтырақ болды неғұрлым. Сол сияқты осы салада тек қана профилактологтар емес, профилактологтар енді жалпылай барлық мектептегі оқушылармен айналысады жалпы, иә, оларда өзінің. Ал енді кез келген мұғалім осындай курстарға жаңағы әдістерді біліп, оны жалпылай оқыту керек. Иә, дұрыс. Себебі анау мысалы именно бізде қарайсыз, мысалы таңдау пәндерін физика, математика деп алатын болсақ, оның ішінде қанша мамандық бар мысалы. Оны барлығын ара-жігін ажырату, ол сіз айтқандай жаңағыдай бәлкім сол пәннің мұғаліміне тікелей байланысты болуы мүмкін. Себебі оны қызықтыратын да, оны әрмен қарай сол қабілеті болып тұрса дамытатын да сол пән мұғалімдері негізінен мысалы. Себебі кейде келеді мысалы оқушылар бізге таңдаған мысалы физика, математика қай мамандыққа баратынын білмейді мысалы. Оның ішінде де әрқайсысы бөлінеді. Бізде мысалы жай ғана мысалы энергетика дейтін мамандық бар. Біздің клиент электрик болады деп ойлайды оны. Мен айтамын, ол электрик емес, ол 4 жыл оқисыз, ол жерде сіз энергетика саласының маманы боласыз, үлкен компанияларда жұмыс істейсіз мысалы деген сияқты. Қарапайым ғана мамандықтардың мысалы қалай айтсам түсіндірмелерін біле бермейді көп жағдайда. Мысалы жай ғана бізде стандарттау, сертификаттау дейтін мамандықтар бар мысалы. Кейде оны айтамыз, сіз ол кәдімгі лабораторияда отырасыз, сол жерде әрбір шығып жатқан тауар болсын, өнім болсын Қазақстаннан сол арнайы сертификациядан, арнайы стандартизациядан өтеді мысалы. Соның барлығына жауапты маман деген сияқты барынша барлық маман түсіндіруге тырысамыз, бірақ әрине сол саланың пән мұғалімдері егер де соны айтатын болса, ерте бастан жеткізетін болса, онда балаға одан да жеңіл болар еді мысалы. Дұрыс. Иә, енді жеке өзіңде университетте жұмыс жасайсың, енді жалпы білеміз, көп жаңағы түлектер, абитуриент дейміз, иә, мысалы оқуға түскен кезде, егер де профилактологтардың мақсаты жастарға қай университетке, қай грантқа, қай мамандыққа түсу болса, бізде мынандай елімізде білеміз қаншама 80 мың грант бөлінеді, жылда орташа есеппен. Былтыр, биыл шамамен солай, былтыр ең жоғары болды. Бірақ көбі сол мамандық жаңағы грант алу үшін мысалы жоғары балл алды да ұбт-да, бірақ грантқа ие болмай қалады. Ал мысалы техникалық мамандықтар немесе ауыл шаруашылық саласының мамандықтар, ол жақта грантпен 50-60 грантпен де балмен түсіп жатады. Сондықтан бұл жерде мынандай кейде мен ойлаймын, мүмкін ақпарат жетіспейді шығар, мүмкін жаңағы осы біз басынан айтып жатқандай бұл мамандық престиж, мамандық қана емес, престиж жалпы білім, жоғары білім, иә. Сіз мысалы ауыл шаруашылық саласының маманы болсаңыз, ветеринария, мысалы қай жаққа мысалы сұраныс бар жерге барсаңыз, ол жерде сіз жақсы маман болып, әрі қарай өзіңіз ертең жұмысқа тұру, басқа да кәсібіңізді, жаңағы қызметіңізді, лауазымыңызды жоғарылай береді. иә, кім болсаң. Сондықтан бұл жерде мамандыққа да қарап қалмау керек. Яғни ең бастысы сіздің қызығушылығыңыз болу керек. Қызығушылық. Егер балада қызығушылық болмаса, ертең диплом алып, ол енді ол салада қандай нәтиже алып келеді? Жалпы еліміздің экономикамызға қандай пайдасын тигізеді деген сияқты. Сондықтан бұл жерде біз көбінесе мынау шынайы мынау қызығушылықты жастарда оятуымыз керек. Өйткені жастар қазір кезде тек қана мынау престиж, сән, мәртебе соған ғана жүгіреді, бірақ кейін кезде мынау 2000 жылдар болды ғой, жаңағы заңгерлер, экономистер, бірақ ол нарықта бәрі экономист болған жоқ қой, бәрі заңгерлер болған жоқ қой. Қазір кезде де көп адам жастар мынау IT саласына жүгіріп жатыр. Енді IT саласы, президент айтты, қажетті мамандық, жалпы түсінікті, бұл болашақ, бірақ IT бұл көбінесе дағды, иә? Кез келген адам қазір IT саласының кішкене де болса маманы болу керек. Өйткені сіз мынау техникамен бүкіл технологиялар, жаңа технологиялар игеру керексіз. Онсыз сіз кез келген саланы дамыта алмайсыз. Сол сияқты IT бұл көбінесе дағды. Ал енді бізде енді жалпы сіз экономист болғандықтан мен сізге экономика тұрғысынан мен өзім көзқарас бойынша біз еліміз көбінесе мынау өндірістік, жартылай аграрлық ел. Сондықтан бізде не өндіріс, мынау өндіріс кен орындары, мұнай газ секторы, металлургия. Екінші бұл мынау ауыл шаруашылық. Мен бір экономистермен сөйлескен кезде бізде ауыл шаруашылық, мысалы Қазақстан солтүстік болсын, оңтүстік болсын, ауылды жерлер болсын,
біз ауыл шаруашылықты да қолға алып, ол саласында мамандар дайындауымыз керек. Қазіргі кезде ауыл шаруашылығы мамандары бұл артта қалып қойған бұрынғы керзі киіп алған адамдар емес. Олар да енді кәдімгі компьютер, ноутбукпен отырып, тіпті қазіргі космос GPS навигатор арқылы әртүрлі жерлердің нелерін қарап, бақылап, тіпті жер құнарлылығын да зерттеп жатады мысалы. Сол сияқты біз осы саланың мамандарын да бүгін престижін көтеруіміз керек, бір жағынан айтамыз, бірақ оған балалар қызықпаса, бұл ақпараттың жоқтығы ма, әлде ата-аналардың жалпы біздегі қоғамдағы сондай бір үрдіс па, өзіңіз қалайсыз? Жалпы сұрақ ата-аналардың ықпалы қаншалықты? Дұрыс. Енді қазір осы жылы жаңағы біз кеңес бердік қой, мамандық таңдау, университет таңдау деген сияқты бағыттармен жұмыс істедік. Сол кезде маған шыққаны көбінесе ата-ананың өзі шығады. Оқушы шықпайды көп жағдайда. Ата-ананың өзі шығады, мен балам осындай болғысы келеді деген сияқты. Мен айтамын, сіздің балаңызбен сөйлесейік бірінші, балаңызды көрейік деген сияқты. Жоқ, мен баламмен сөйлестім, өзіңіз істей беріңіз деп айтты деген сияқты. Яғни қазір ата-ана бүкіл барлық рөлді өзіне алып алған мысалы. Сосын мамандық таңдау деген кезде былай айтады: менің балам ауыр емес жұмыс істесе, шаң емес жерде отырса деген сияқты. Яғни біздегі ата-ананың несінің өзі сондай да, мысалы балам жақсы жерде отырса деген, ауыр жұмысқа жібергісі келмейді ешбір ата-ана. Енді ол жерде түсіндіреміз, енді ол аты ондай болғанымен, бірақ барлық жерде ауыр жұмыстың аты ауыр жұмыс мысалы жасауға тура келеді. Қазір ешқандай ауырда жұмыс жоқ қой, мысалы барлық автоматтандырылған, техника барлық компьютерленген деген сияқты. Сондықтан кейде ата-ананың ықпалы көбірек болып жатады бұл кезде, жаңағы мамандықта жібермеуде. Енді биыл бізде жұмыс мамандықтар жылы деп жарияланды ғой. Енді ол мамандықтардың да насихаты өтіп жатыр, қандай жер жұмыс істеуге болады, қаншама жалақы алуға болады. Яғни жұмысшы мамандықта болып, басқалардан көбірек айлық алуға да мүмкіндік бар екендігін көрсетіп насихаттап жатыр. Ол енді насихат жұмысы жүріп жатыр, бірақ бағанағыдай біздегі сол менталитетті әлі күнге дейін баламызды жаңағыдай бір ауыр жұмыс жасайтын болса, кішкене қара жұмыс жасайтын болса, жаңағыдай ойбай ел бір айтатындай, мынаның баласы оқымай қапты, түспей қапты деген сияқты бір сондай әлі де ескі менталитеттен шыға алмай жатқан жағдайымыз бар мысалы. Сосын енді жоғары оқу орындарында мысалы бізде жаңағыдай оқушылар түсіп жатады. Мен кеше бір кісі жазды маған, бакалавр бітіріп отыр, енді магистратура бітірейін деп отыр. Бірақ қайда бар жұмыс істейтінін әлі күнге білмейді. Маған жазады: осынысы бітіріп жатыр, мен қайда жұмыс істей аламын дейді. Мысалы. Яғни түскен, бірақ өзінің әлі жаңағыдай ғой, жоспар, мақсат жоқ. Мысалы, мына жерге барып жұмыс істеймін, былай мына жерге барып оқуын бітірсем осындай маман болам деген сияқты ой жоқ. Ең басты оқысам болды деген дүниемен кейде жүре береді да біздіңкілер. Сондықтан жаңағыдай жұмыс таппау мәселесі немесе басқа дүниелер шығып жатады. Енді жаңа айттыңыз өзіңіз, бұл жерде барлық дағдыға келіп тіреледі негізі. Адамның қай соғұрлым қабілеті мықты болады, сол салаға кетуге мүмкіндік бар. Бізде айтады, дағды білімнен де маңызды дейді мысалы. Қазір таңда білім маңызды, бірақ дағды одан да маңызды. Сіз неғұрлым көп жаңағы не дейміз, soft skillстарға еге болсаңыз, сіздің жұмыс істеу мүмкіндігіңіз де көп жағдайда плюсқа ие болып жатады мысалы. Сосын оқушылар маған кейде қазір мынандай да тенденциялар көп сұрақ туындап жүр, мысалы жоғары оқу орны қаншалықты қажет деген сияқты. Яғни қысқа ғана курстармен оқып та маман болуға болады ғой деген сияқты. Яғни мен айтам, 4 жыл жоғары оқу орны берген академиялық білімді еш жер бере алмайды былай айтқан кезде. Қысқа курстар болуы мүмкін, оның барлығы тек қана қазіргі таңда трендте сұранысқа ие мамандықтар. Олардың болашақ қандай болатынын ешкім білмейді мысалы. Сіз 4 жыл бойы университетке барсаңыз, тек қана білім алып қана қоймай, сол жерде сіз орта қалыптастырасыз, сол жерде коммуникация мысалы, ең болмағанда өзіңіз тәрбиелейсіз, сондай адамдардың ортасында деген сияқты. Мысалы, кеше неде оқып отырмын, жалпы мықты дейтін вакансиялар мысалы ашық источниктерге шықпайды екен. Яғни жақсы қызметтегі вакансиялар көп жерде ашық источникке шықпайды екен. Тек қана былай айтқанда мықты мамандықтар еместер ғана көп жерде жаңағы ашық сайттарға шығады, мысалы ашық түрде іздейді көп жағдайда. Ал 80% жаңағы вакансиялардың көбісі енді көріп отырсыз, нетворкинг, коммуникация нәтижесінде келеді мысалы. Яғни біреу жұмыс істеп жатады, мына жерде осындай бір танысым бар, жақсы жұмыс істейтін, соны шақырып көрейік деген сияқты. Яғни көп вакансиялар сол ішін арағана мысалы
ізделіп табылып жатады мысалы. Жалпы статистикаға сүйенетін болсақ, енді бұл жалпы дүние жүзінде, әсіресе Америкада жалпы ашық, яғни біздегі арнайы сайттар бар ғой, мынау жұмыс іздейді мысалы. Сондай сайттардан 4% адам жұмыс табады екен мысалы. Оның өзінде де ол уақытша жұмыс, былай айтқан кезде. Ешкім ол жерден жұмыс тауып, мен ол жерде 10 жыл істеймін, 20 жыл істеймін деп кірмейді. Мысалы, ары кетсе бір жыл істей тұрайын емес, 2 жыл істей тұрайын деген сияқты бір уақытша қажеттіліктерін қанағаттану мақсатында ғана кіреді. Енді айтады ғалымдар, бірінші мамандық, жаңа жұмыс таппастан бұрын дейді, адам бірінші өзін өзі табу керек мысалы. Қай жерге барып жұмыс істегісі келеді, қандай ортада жұмыс, қандай жалақы алғысы келеді, адам қандай қабілетке ие, яғни өзін тану керек. Өзін танығаннан кейін барып, мен мынандай жерде жұмыс істей аламын деп егер де жаңағыдай айналып келгенде мақсат қоятын болса, сол жерге барып жұмыс іздейтін болса, ол жерге барып мен мынандай нәрсе істей аламын, қолымнан осы нәрсе келеді, мен мына нәрсені өзгерте аламын деп өзін сата алатын болса, былай айтқан кезде ол адам жұмыс таба алады мысалы. Біздіңкілер просто дипломды алады дағыны отырады, жаңағы беріп қояды, еш жерде жұмыс жоқ, еш жерде жұмыс жоқ дейді. Яғни ол жұмыстан бұрын ол өзін өзі танымай отқан адам, яғни ол қалай жұмыс табады деген сұрақ туындайды. Сондықтан да бірінші кез келген уақытта адам бірінші өзін өзі тануға жұмыс істеу керек. Қандай маман шығады, қандай қабілетке не өзгерте алады деген сияқты. Сол кезде ешқандай қиындықсыз жұмыс табуға мүмкіндік алады мысалы. Көбінесе бұл бұрынғы ескі оймен, жалпы егер сен университет диплом алып университет бітірсең, сен кез келген жұмысқа тұра аласың деген сияқты. Қазір бұл тіпті кепіл бермейді. Тіпті сіз дипломмен, қызыл дипломмен беріп жатқан, бірақ жұмыс табуға өте қиын. Сондықтан енді бүгін біз көбінесе мынау аймақтағы, өңірлердегі мәселелерге келсек, мысалы Маңғыстау облысы, батыс аймақ жалпы, немесе басқа өңірлерге қарасақ, жалпы сол аймақтағы бір жағынан тенденциялар қарасақ, жалпы урбанизация жүріп жатыр, ауылдан жаппай қалаға көшіп, ол да бір мәселе, мысалы біз жаңа ауыл шаруашылық неге қозғадық, ауылдық дамыту, бұл ауыл шаруашылықты көтеру экономика тұрғысынан айтсақ. Сондықтан осы тұрғысынан мынау Маңғыстау облысында біз мынау Маңғыстау жобасы аясында жасап жатқан жоба аясында мысалы ол бағытта не істеуге болады, қандай бағыттар, жалпы ол жердегі профориентациялық әдістер туралы, немесе мүмкін шетелдегі белгілі бір тенденциялар, мысалы енді түсінікті экономикалық тұрғысынан қарасақ, бұл өндірістік кластер, мұнай-газ саласы, тек қана Қазақстан емес, көптеген әлемдегі елдер мысалы осы саланы дамытып жатыр. Бірақ сол аймақтағы туып өскен жастар, жасөспірімдер болашақта мысалы әрине әркім сол салада, сол аймақтағы қалғысы келеді, өз елінде, өз жерінде, өз ата-анасының қасында. Бірақ сол аймақта жұмыс табу үшін болашақта, осы бағытта қандай кеңес бересіз жалпы? Ең бірінші жалпы тенденциялар мен әдістер туралы жалпы және осы аймақ туралы не айта аласыз? Енді жаңағы мамандықтар деп жатсыз ғой, енді мен әрқашан айтамын оны, бізде жаңа мамандықтар атласы деген дүние бар. Жалпы болашақта сұранысқа ие болатын, қандай мамандықтар сұранысқа ие болады, қандай мамандықтар өзгеріске ұшырайды деген сияқты, ол жалпы Қазақстан деңгейінде зерттеу жасалынды. Одан бөлек осы былтырғы жылы 9 облыста өңірлік мамандықтар атласы қалыптасты. Яғни сол өңірде болашақта қандай мамандықтар жойылады, қай мамандықтар өзгеріске ұшырайды, қандай мамандықтар сұранысқа ие болады. Дәл осы 9 облыстың ішінде қателеспесем Маңғыстау облысы да бар мысалы. Яғни жаңа айтып отқандай өзіңіз, ол жерде мұнай-газ саласы сұранысқа ие. Әрине менің естуім бойынша барлығы сол жаңағы мұнай-газ саласына түскісі келеді, сол жерде жұмыс істегісі келеді. Ол енді жақсы, бүгінгі таңда табысы жақсы сала болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін, бірақ әйтсе де ол қазба байлығы алдағы бір 15-20 жылда таусылатынын ескеретін болсақ, бұл былай айтқанда уайымдайтын жағдай. Сондықтан да қазіргі таңда енді жаңағы болашақ мамандықтар атласын қарау керек. Яғни болашақта бұл мұнай-газ саласы сұранысқа ие бола ма мысалы? Барлық ол мамандық бітіргеннен кейін ол жерде жұмыс таба ала ма деген сияқты сұрақтар туындайды да мысалы. Сондықтан да сол жаңа мамандықтар атласын зерттей отырып, мысалы басқа мамандықтарды игеруге әрекет жасау керек бүгінгі таңда. Енді одан қалай мен білемін, Маңғыстау облысында арнайы үлкен жобалар да бар. Мысалы жаңағы
үлкен басқа қалаларға жіберіп сол жерде оқыту деген сияқты. Одан бөлек бүгінгі таңда Маңғыстау жастарына арнайы гранттар бөлінеді. Дәл Маңғыстауды бітірген оқушыларға жаңағы биылдың өзінде 2000 грант бөлінді, қателеспесем, тек қана Маңғыстау жастарына арналған мысалы. Бұның барлығы яғни сол жердегі оқушылардың басқа жаңағы басқа да қызықты мамандықтар, басқа да сұранысқа ие мамандықтарды игеруге мүмкіндік беретін бірден бір жаңағы әдіс дейміз ғой. Мысалы тек қана мұнай газ саласын ғана істеймін, сол саламен ғана нан табамын деу енді болашақта ол сұранысқа ие болмай қалса қандай жұмыс істейді деген сияқты сұрақ қою керек те көп жерде оқушылар. Сондықтан да барынша осындай беріп отқан мүмкіндіктерді пайдаланып басқа да білімдерді игеруге мүмкіндік алу керек мысалы. Енді әрине ол жерде халық саны да көп, несі де басқасы да көп мысалы. Сондықтан да басқа өңірлерге барып та білімін жетілдіріп барып қайтса болады. Мен енді бір қызық не, жалпы өзім де студент оқыған кезде бізде батыс өңірден көп жаңағы студенттер оқыды. Шын айту керек, бізден көп жағдайда көбісі жаңағы үлкен қалаларда қалуға тырысатын болса, батыс өңірдің жастары барлық өз өңіріне барады. Мен көрген 100%, 80% жасы өз өңіріне барып қызмет етуді ойлайды. Ол жақсы дүние мысалы, барлығы үлкен қалаларға сыя бермеуі мүмкін, басқа қалаларға болуы мүмкін, бірақ өз өңірін дамытам, өз өңірінде жаңағы дамимын деген жасты, ол да жақсы нәрсе. Бірақ жаңағыдай сұранысқа ие мамандықтарды дұрысынан зерттеп, сол бағыт бойынша жұмыс жасаған дұрыс болады деп ойлаймын. Жәке, өзіңіз жастарға болашаққа мамандық таңдау бойынша жалпы қандай өзіңіз кеңесіңізді айтсаңыз, қандай кеңес бере аласыз жалпы жастарға? Бүгін эфирге шақырғандарыңыз көптен көп рахмет. Бұл эфирде біршама дүниелер айттық. Енді көрерменге, тыңдарманға пайдалы болса қуанамыз. Ең болмағанда бір оқушыға ой салсақ, мамандық туралы бір ақпарат алса, бұл жаңа кішкене болса жетістік деп ойлаймын. Енді оқушыларға айтарым, тек қана өзің арманынан бас тартпа, міндетті түрде ол ұбт болсын, басқа болсын, барлығы жай ғана өткінші дүние. Ал енді мамандық ол сенің болашақта жейтін наның. Бала кездегі арман, іште жүрген арман ол міндетті түрде орындалу керек. Сондықтан да өзің қалаған, өзің армандаған мамандыққа түсу үшін қазірден бастап әрекет жасау керек. Қай сыныпта болмасын, оның маңыздылығы өте жоғары. Өзіңді тануға, өзіңді білуге тырысу керек дегім келеді. Енді әрине ол үшін де ата-аналар да міндетті түрде қолдап, балдармен тығыз қарым-қатынас сөйлесіп дайындайтын болсақ, мықты маман қалыптасса, бізде мықты адами капитал сапасы болып, еліміз бәсекеге қабілетті елдердің қатарынан алдыңғы орында көрінер еді дегім келеді. Сол. Жақсы, көп рахмет Жасұлан мырза, осылай сөз жерге тастамай алтын уақыт тауып келіп отқаныңызға. Сондықтан сіздерге де құрметті көрермендер, осы тақырып сізге ой салса, пікір жазып, лайк басып, арнамызға жазылып отырыңыз. Алдағы Рух жаңғырық қорының подкастында, YouTube каналына жаңа сұхбаттар, подкасттар кездескенше сау болыңыз.